Археология саласындағы жүйесіздік сақталып отыр. Олқылықтарды жою мақсатында Сенат арнайы заңды мақұлдады. Бүгін құжаттың салаға дем беретін өзгерістерін сарапшылармен бірге талдаймыз. Археолог Сырым Есеннің айтуынша, бұған дейін салада бірізді тәртіп болмады. Ол әсіресе құрылыс жүретін аумақтағы жағдайға алаңдаулы. Бұрын лицензияның бір ғана түрі болған. Оның мерзімі шектеусіз болып, Қазақстанның кез келген аумағында және ескерткіштердің барлық түрімен жұмыс істеуге мүмкіндік берген. Алайда кейбір жеке ұйымдар жалған қорытынды жасап, одан заңсыз пайда тауып кетті. Бақылаудың жоқтығы саланы одан әрі күрделендіріп отыр. Депутат Асхат Аймағамбетовтің айтуынша, қағаз жүзінде жылына 70 қазба жүргізіледі деп көрсетілгенмен, шын мәнінде ол 300-ге жетуі мүмкін. Енді археологиялық жұмыстар екі бағытқа бөлінеді. Біріншісі жоспарлы қазбалар, яғни ғылыми мақсаттағы зерттеу. Екіншісі превентивті қазбалар. Бұл құрылыс алдында немесе шұғыл жағдайда жүргізілетін археологиялық жұмыстар. Аталған тәсіл инфрақұрылым жобаларын тоқтатпайды. Археологтардың жұмысын заңдастырады. Лицензиялау тәртібі де түбегейлі өзгермек. Депутаттың айтуынша, енді әділ лицензиялау жүйесі енгізіледі. Археологияға бөлек, реставрацияға бөлек лицензия беріледі. Мерзімі 5 жылды құрайды. Бір рет алдым болды деген әңгіме жоқ енді. Археолог Сырым Есеннің пікірінше, қазба жұмыстарын есепке алу және артефактілерді тіркеу жүйесі де толық емес. Нәтижесінде бір ескерткіш бірнеше рет зерттелсе, басқалары назардан тыс қирап жатыр. Қазір елімізде 110-120 лицензиясы бар мекеме бар. Олардың шамамен 60% ғана жұмыс істеуі мүмкін. Солардың қандай нәтижеге жеткені, қандай материалдарды тауып, оны қайда қойғаны белгісіз. Алдағы уақытта бұл ақпарат бір арнаға тоғысады деп үміттенеміз. Аймағамбетов бейберекет әрекеттің жақында тоқтайтынын жеткізді. Себебі археологиялық жұмыстардың бірыңғай цифрлық жүйесі құрылмақ. Онда есептер, ескерткіштердің паспорттары мен археологтардың тізімі түгел көрсетіледі. Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының базасында ұлттық археологиялық қызмет құрылады. Жаңа қызмет қазба жұмыстарын бақылайды, материалдарға ғылыми сараптама жасайды. Археолог Сырым Есеннің сөзінше, қара археологтармен проблема да ушығып тұр. Себебі Алматы маңында алтын іздеушілер көбейген. Ол заңсыз қазба жасайтындармен бетпе-бет келгенін де жасырмады. Қазып жүрген жерінен бейтаныс адамды ұстап, полицияға апарған кезде де ештеңе істей алмайсың. Көз алдымызда оларға тек 60 000 теңге айыппұл салды. Бұған дейін әділет вице-министрі Лаура Мирсалимова үкімет археологиялық жұмыстарды заңсыз жүргізгендерге жазаны күшейтуге неге қарсы шыққанын түсіндірген еді. Оның себебі статистикалық деректермен байланысты. Қылмыстық кодекстің тиісті бабы бойынша 2022 жылы ғана 2 құқық бұзушылық тіркелген. Қара нарыққа қатысты жағдайда көңіл көншітпейді. Депутат Асхат Аймағамбетовтің ойынша, қазір тек ежелгі қалашықтар мен ескерткіштер емес, сол жерлерден табылған құнды артефактыларды да жоғалтып жатырмыз. Тарихи заттар шетелге кетіп, қара нарықта сатылып кетеді. Көп жағдайда оларды металл іздегіш құрылғылар арқылы тауып алады. Кей адамдар мұны жай хобби деп ойлайды, бірақ шын мәнінде бұл елдің тарихын ұрлау. Бұл шараларға қоғамның қатысуы да маңызды. Астана халықаралық университетінің аға оқытушысы, философия докторы Архат Молдахметтің пікірінше, археологиялық мұраны сақтау тек мемлекетке жүктелген міндет емес. Жергілікті қауымдастықтарды тарту, ескерткіштердің маңызын түсіндіру, жастарды мәдени мұраны қорғауға ынталандыру ұзақ мерзімді нәтижеге жеткізетін қадамдар. Егер ол кешенді түрде шешілсе, ескерткіштерімізді сақтап қала аламыз. Қалай десек те, жаңа заң жобасы саланы жүйелеуге бағытталған. Мемлекеттік қор мен ұлттық депозитарийді құру тарихи мұраны қорғауды күшейтіп, ғылыми зерттеу мен бақылаудың тиімділігін арттырады. Бұл өз кезегінде заңсыз қазба мен қара археологтардан келетін қауіпті азайтады деген сенім мол. Құрметті көрермен, аталған өзгеріске қатысты өз пікіріңізді білдіріп, ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.